Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін біз 7-ші сыныптың бір мүшелер тақырыбына берілген 2/3 есепті шығаратын боламыз. Ол үшін біз дәрежелердің екі формуласын жатқа білуіміз керек. Жақшада қандай да бір өрнек берілсе және оның дәрежеге шығару керек болса, мына дәреже оның әрбір мүшесіне тиесілі болады. А-ның да n дәрежесі, В-ның да n дәрежесі, С-ның да n дәрежесіне тең. Екінші формула, егер мынадай өрнек берілсе және екі дәреже жақшаның ішінде және сыртында тұратын болса, мен сізге жеңіл түрмен айтып жатырмын, онда осы екі дәреже көбейтілетін болады. Енді есепке көшейік. Бірінші есепте А-ның 3 дәрежесінің квадратқа шығаруымыз керек. Ол үшін мінекей мына формуланы пайдаланамыз. Егер дәрежелер жақшаның ішінде және сыртында тұрса, олар көбейтіледі мінекей. А3 көбейтілген 2 тең А-ның 6 дәрежесі болады екен. Екінші есепте бірінші санның квадратын, мінекей жаңа жерде айттым, ол әрбіріне тиесілі деп дәреже. -3-тің 2 дәрежесі болады. Және де х квадраттың 2 дәрежесі болады. -3-тің квадраты бізде 9-ға тең. Х квадратты квадраттайтын болсақ, міне ішінде сыртында тұрса, демек дәрежелер көбейтіледі. Мінекей. Үшінші есеп. Санның квадраты көбейтілген m кубтың квадраты. 4-тің квадраты 16, m кубтың квадраты. Мына жерде екеуі көбейтіледі, 6 болады. Үшінші мысалда. Бірінші -3-тің 4 дәрежесі. Екінші y квадраттың 4 дәрежесі болады. -3-тің 4 дәрежесі 81. Y 2 дәреже көбейтіледі, 8 болады. Бесінші мысалда -1/2-дің 1-дің квадраты көбейтілген v кубтың квадраты. -1/2-дің 1-дің квадраты тең болады 4-тен 9-ға. Мына жерде дәрежелер көбейтіледі, 6 болады. Келесі 6-шы мысал. 6-шы мысалда 2 дәреже санға да тиесілі, х-ға да тиесілі, y-ге де тиесілі болады. 2/2-дің 1-дің квадраты, х-тің квадраты, y квадраттың квадраты. 2/2-дің 1-дің квадраты бізде 4-тен 25, х квадрат, y, мына жерде дәрежелер көбейтіледі, 4-ке тең. Екінші мысал. 2 дәреже санға да, с-ға да, в-ға да тиесілі. -1/2-ның квадраты, с-ның 4 дәрежесінің квадраты, в-ның 3 дәрежесінің квадраты болады. -1/2-ның квадраты бізде плюсқа айналады, 1/144. С-ның дәрежелер көбейтіледі, 8 дәреже, в-ның дәрежелер көбейтіледі, 6-ға тең. 8-ші мысал. 3 дәреже әрбіріне тиесілі. 3-тің кубы көбейтілген а квадраттың кубы көбейтілген х-тің кубы болады. Сонда 3-тің кубы бізде 27-ге тең. А 2 дәреже көбейтіледі, 6 болады. Көбейтілген былай жасақта болады. Х-тің 3 дәрежесі. Мінекей. 7-ші сыныптың басқа да есептерін шығарылу жолымен көргілеріңіз келсе, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және де достарыңызбен бөлісіңіздер.